Армысыздар қадірлі жыр сүйер әлеумет. Өздеріңізбен бүгінгі жыр терме тыңдау сағатында қайта қауышқаныма өте қуаныштымын. Биыл жыр анасы атанған, жыр жампозы атанған Шәмшат Төлепова анамыздың 90 жылдық мерейтойы. Өз дәстүрін көрсеткенде әр елдің, дара туған дара бозға тең елдің, ақ орамал таққандардың ішінен ең бірінші шырауысың әлемнің. Уақытың барда себебіне қол сұғанып солмайтұғын, қатарың қалмай жауып бара жатар, ауруыны қолмайтұғын. Бүгінгі шығарылымнан тыңдайтын термелеріңіз Сантөре Пірманов ағамыздың Шәмшат Төлепова анамызға арнаған арнау жыры болмақ. Балалығы тұспа-тұс кеп соғыспен, майдан үшін масақ тереген періштем, онға толмай домбыра ұстап мұңлықтың іште қатқан запыранын төгіскен. Ескен шақта құбыладан мың бірлеп, таңдайыңа кие келді күңгірлеп, тылсым түнде ай туғандар айлап, лағыл термей құйқылжыды күмбірлеп. Шалғасын деп үзілген жыр көгенді, көмекейге қойды тағдыр өлеңді, жүрек берді туған жерді сүйетін, дауыс берді тірілсін деп өнерді. Қаусуындай ырғақтарға таңданып, таңдады жұрды назым сөзден нұр тамып, Рүстембек пен Мұзараптың орнына зеңгір көктен түсіргендей болданып. Шыр төккенде шаңғыртып жер жотасын, боз інгендер боздап тапты ботасын, Нартай ақын құлаштап кеп сырнайын, қолын жайып берді бүтін батасын. Шалқыманың пернедегі өрнегі, аққу құсты шомылдырды көлдегі, сан шерліні төсегінен тұрғызып, сахараны сиқыр даусың емдеді. Өз дәстүрін көрсеткенде әр елдің, дара туған дара бозға тең елдің, ақ орамал таққандардың ішінен ең бірінші шырауысың әлемнің. Кәусар мақам құлаққа кеп құйылған, бой балқытып қанды қозғар қиырдан, тебіренемін толғанамын ойымын, имам қақсап бір Аллаға сыйынған. Ауласына тығылмаған ас үйдің, шырауды іздеп теңіз болып тасимын, ұлы сарын алып келген ғарыштан, рухыңа ұрпағың боп басидың, ай басидым, ай басидым. Ғажайып